Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрмес бұрын, ең алдымен подписка жасап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен двойной ободок жасаймыз. Оған қажетті заттар менде мынандай бөлшек бар. Ободоктың арнайы жасалатын заты менде алған кезде мынандай дайын болып тұрды, бірақ мен бұны дәл қазір алып тастап тұрмын. Не себепті десеңіздер, бұл міне көріп тұрғандарыңыздай өте әлсіз, тігістері ашылып тұр. Бұны біз моншақпен тіккен кезде бұл тігістері көтермейді. Сол себепті мен бұны алып тастаймын. Және де бұны мықтырақ болу үшін өз қолыммен қаптап шығамын. Мінекей алып тастап жатырмын. Мен бұны қаптау үшін маған осындай лента қажет. Ол әрі жылтырақ, әдемі көрінеді. Ободогымызды тіккен кезде әрі өз қолыңызбен қаттырақ тартып клейлегеннен кейін бұл мықтырақ болады. Ендеше мен термоклеймен, клеймен жабыстырамын. Қазір қыздырып қойдым. Двойной ободокқа қажетті заттармен таныстыра берейін сіздерді. Бұл жерде ободок жасаған кезде сіздерден неғұрам тастардың түрлері, размерлері және де түрлі осындай камушка тастар сияқты стразалар кірістіретін болсаңыздар, ободоктарыңыз соғырам әдемі болады. Және де ең бірінші сіздерге көрсете кетейін. Мынау бізде кәдімгі обычный жіп. Обычный жіп, міне қарап тұрсаңыздар, өте кішкене әлсіздеу болады. Бұны екі қабаттап тіксеңіз де болады. Бірақ бұл моншақтың мынандай қырлары болған себепті, бұл хрусталь болған үшін қырлары болғаннан кейін бұл кішкене жіп ары бері өтіп тіккеннен кейін мынау үзіліске ұшырап қалады, үзіліп кетеді. Ал мен бұл жерде барлығын өзім қолмен жасағанда мықты болу үшін мінекей өте қатты, міне қанша тартсаңыз да үзілмейтін жіппен тігетін боламын. Бұл жіпті фурнитура бөлімдерден тапсаңыз болады. Қазір кез келген қалада фурнитура заттары бар. Ал былайша кішкене арзандау аламын десеңіз, Алиэкспресстен заказ беруге болады. Мен көп затымды Алиэкспресстен заказ беремін, бірақ оны кішкене күтесіздер. Бір айға жақын уақытта келеді. Бірақ оның ішінде ұсақ заттарды қалауыңша ала аласыздар. Немесе оптым бағада Алматы нелеріне заказ жасауыңызға болады. Инстаграм парақшалары бар. Алматы оптым фурнитура деп жазсаңыз, осындай жіптерді сұратып алуыңызға болады. Бұл өте мықты. Және де бұны мен қазір жібімді сабақтап алып қойдым дайындап. Мен мұны тек қана бір қабатпен тіге аламын. Өйткені бұл жіп өте мықты болған үшін бір қабат бізге жеткілікті. Екінші орында ине. Мінекей инеңіз осындай өте жіңішке бисерге арналған болу қажет. Мен бұны да осындай пачкасымен алдырғанмын. Осы Ақтау қаласынан алғанмын. 200 теңге дейді. Бұның ішінде өте көп түрі бар. Бұл сізге көпке жетеді. Және де бұны қолдану әдісін сізге айтайын, бір лайфхак ретінде. Көп адам мына жағынан қырқып ашып тастайды да, басқа инелердің бәрі төгіліп түсіп қалады. Төгіліп түспес үшін міне сізге міне пленканың жанына кішкене ғана бір инеңізді былай отдельно алып, міне пленкадан тесіп, осылай инесін отдельно шығарып ала бересіз. Қалған инелеріңіз сақталып тұра береді. Мен осылай шығарып, қазір сабақтап қойдым. Одан кейін біздің тігетініміз қыздар чешка бисер. Чешка бисер ең оригинал бисерлерге жатады. Бұның бір ерекшелігі, барлық өлшемдері бірдей болады. Кәдімгі обычный китайский бисерге қараған кезде бұлар бірдей көлемде болған үшін сіз вышивка жасасаңыз да, сырға жасасаңыз, браслет жасасаңыз бірдей пішіммен шығады барлығы. Ал бізде китайский болған бисерлер өңін жойып жібереді біріншіден, екіншіден түрлі размерде болған үшін вышивкамыз айнып кетіп жатады. Браслеттеріміз біреу ұзын, біреу қысқа болған сияқты. Сырғалардан да сондай
айнып кетіп жататындар болады. Сол үшін мен оригинал затты қолданамын көбіне. Жасаған затыңыз өте мықты болу үшін осындай шешкі бисер. Және де бізде стразалар міне осындай сопақша көлемде, және де осындай домалақ көлемде. Мынаның барлығы мен Алиэкспресстен заказ жасағанмын. Міне осы домалақ көлемде заказ жасасаңыз болады. Қалаған стразаңызды ала аласыз. Өте майда ұсақ түрлері де бар мінекей. Осыларды қосып жасауыңызға да болады. Не құрам, түрлі элементтер қосқан сайын біздің абудогымыздың реңі әдемі бола береді, ерекше болады. Және де мен осы хрустальдың осындай салпыншақтау сопақша түрінде қолданамын қазір абудогтың ішінде әдемі элементтер болу үшін. Және де бізде беконс, мінекей сіздерге анық көріну үшін инеге салып көрсетейін. Беконс бұл да әдемі көрінеді. Кішкене размерлеріне қарағанда басқаша сопақшалау келген. Мына хрустальдар, бұлар домалақ. Бұның да размермен алсаңыз болады. Мінекей мынау кішкене майда түрі екілік, одан үлкендеу үштік, төрттік, бестік деп 8-10-ға дейін бөлінеді. Бірақ бізге абудоктың жіңішке болғаннан кейін нәзіктеу болу үшін қатты, мыналар мысал үшін 8-10-ға жататындар, қатты үлкендерін қолданғанның қажеті жоқ. Грубы көрініп кетуде мүмкін. Біз ондай нелерді осындай абудокқа тіксек болады. Мінекей грубы көрінетін үлкен тастармен осыларды тігуіңізге болады. Ал біз қазір өте нәзік, қазіргі уақытта орамалмен жас келіншектердің әдемі етіп орамалдың сыртынан тағатын себепті мен нәзік етіп жасағалы жатырмын. Ал ендеше кеттік, сіздерге қаптаудың әдісін көрсетейін. Мінекей мына жерге кішкене клейді тамызамыз. Кішкене қолыңызға ыстықтай болуы мүмкін, бірақ қатты күйетінде емес. Жұмыс жасаған кезде қатты қорқып қажеті жоқ. Ендеше мынаны осылай басын біріктіргеннен кейін сіздің тігісіңізді мықты көтеру үшін, бұл жерде қазір двойной абудок болған екен, мына жерде қапталып кетеді. Сондықтан қатты қорықпасаңыз болады. Көрініп қалды деп мінекей осылайынан айналдырып отырып арасында клей жағып қоясыз. Қатты көп клейдің де қолданып қажеті жоқ, себебі ине өтетін кезде біздікі бисердің инесі болғандықтан нәзік болады. Клейдің үстінен өтпей қалған жағдайда кейде инемізді сындырып жіберуде мүмкін. Мінекей достар, соңына да таяп қалды. Байқасаңыздар, мен көбіне клейді тек ішкі жағына орналастыруға тырысамын. Себебі жаңа айтқандай, инемізді моншақпен алып өтетін кезде сындырып жібермес үшін. Және де бір ескере кететін жайт достар, клейді қатты көп жағып қажеті жоқ. Мінекей қолыңызға артығын осылай алып тастасаңыз болады. Күйдірмейді қолды, осылайынан оңай түсіп қалады. Мінекей соңына келдік. Соңына келген екен кішкене бір қабатта оралған соң тартын қарап міндетті түрде достар тартып ораймыз. Себебі бос болып қалмас үшін. Мына жерде енді мен артығын қырқып тастаймын. Осында кішкене бөлшек қалдырып, мінекей кішкене ғана клейді қойып, мінекей бекітіп артығын алып тастадым. Ешқандай қолыңыз күймейді. Мінекей екі бөлімі дайын. Өте жылтырақ. Моншағыңызды тіккен кезде де кейбір жерлерде, мысалы үшін кішкене ашық қалған жерлер болатын болса, бұл білдірмей тұрады. Шылттар әдемі болып. Менің алғаным мынандай болды, міне қаптағаным осылай. Жылтырап әдемі көрінеді. Ендеше ыстық клейімізді сөндіріп,
моншақты тігуді бастаймыз. Басында сіздерге түсіндіре кетейін. Моншақты тігетін кезімізде осынша бөлімде моншақты тікпейміз, мына жағын қалдырамыз. Себебі біз қазір двойной ободок болғандықтан мына екі жерін былайынан тігіп болған соң біріктіреміз. Сонда мінекей қараңыздар, біріктірген кезде екі ободок двойной болып әдемі көрінеді. Және де мына жерге тіккен кезде осыны лентамен тоже бекітеміз. Осы жерінен клеймін орнатып тігіп болған соң сол кезде мына жеріңізде моншақ болса бекіте алмай қаласыз. Екіншіден бұның құпиясы, адам таққан кезде құлағына моншақтар қатты батпас үшін осы жер ғана отдельно ашық болып қалады. Құлақтың тұсына тұра береді. Моншақ құлағыңызға кедергі жасап, қышытып, я болмаса тырналап тұрмайды. Сол себепті мен осынша бөлімін қалдырып кетемін. Ең бірінші кішкентай бисерлерден бастаймыз, хрустельдардан. Себебі құлақтың тұсында тұратындықтан кішкене болған дұрыс, қатты батпайды құлаққа. Енді мінекей қараңыздар, бисер екен осылай өткізіп алған соң бисердің үстінен тағы да өткізіп бұлай кіргізесіз. Сонда хрусталіміз жатыңқы болып тұрмайды, томпақ болып тұрады. Мінекей достар, менде екі ободокты да тігіп біттім. Енді сіздерге тағы бір жақсы көрсететін затым, бұл жерде бізде кішкене қанша дегенмен моншақтармен сіз қанша тартсаңыз да кішкене бостау болып қалады. Себебі моншақтар бір-біріне хрусталь болғандықтан сәйкес келмей қалған кездерде, бұрыштары бірікпей қалған кезде осылай шашырап тұрады. Енді сіздерге бұны қалай жинақы болып және де мықты шашылмай тұратындай етіп көрсетемін, қалай жасау керек екен. Ең соңғы жіпті осылайдан инеден бір өткізесіз. Өткізген соң міне шеткі жақтағы мінекей айналдыра моншақтарды қоршайсыз жіппен. Мына жіп тем более мықты, үзілмейтін жіп бізде. Осылайынан орайсыз. Ораған соң арасында қайтадан өткізіп тұрасыз. Мінекей қаттырақ тартыңқырайсыз.